Елдос пен ұрысып қалса да сыртынан жылап дұға ететін досы. Дәулет емес. Елдос пен ұрысып қалса да сыртынан жылап дұға ететін досы. Серік Ибрагимов үміткер қатарында. Файзулла Коко Джамбо жеңімпаз Файзулла! Действительно, жылап тұрған фотосын ұстап алған сол. Енді негізі мен туған күнімді жасамайын деген пайды. Негізі, туған күнім жасамайын деген, бірақ миым сәлінді бірдеңеге клиент етіп қалама, үйдегілерде боп сен айтқан болсын деп, көпшілікке келесіздер ма дедім, келеміз деп, бір 7-8 күнде пландап, ресторан жалдап, сразу ел-жұртты шақырдық. Сонымен ең басты менің миссиям осы Азамат Сандыбайұлы дәрігерімді ел-жұртқа таныстырып, алғыс айту және де осы сіздердің дұғаларыңыздың арқасы деп. Файзулла мен 20 жасында диагноз қойса есімде ғой, операциядан кейін инвалидный коляскамен мен әрі-бері тасыған. Бұл білмейді да. Арман, сен де білген жоқсың. Студент кезде осы диагноз қойғанда бұлар ешқайсы білген жоқ. Мен айта алмадым ол нәрсені. Со временем бұлар естіді, то что менде осындай ауыр диагноз бар екен. Бірақ оның да емі пайда болды, осы сіздердің баталарыңыздың, дұғаларыңыздың арқасында. Мен осы Файзулла екеуміздің дос болғанымыз 16 жыл болды ма? 16 жылдың ішінде мен сыртымнан действительно жылап дұға ететіндердің бірі. Секош, жаным Айша, қайда? Оған да Алла разы болсын. Вот действительно жылап дұға ететіндердің мен ризамын. Барлықтарыңызға рахмет. Енді мен бір необычный нәрсе істегім келіп тұр. Файзол, мына үйде 3 шкатулка, үшеуінің ішіндегінің қайсысын таңдасаңдар, любой саған ұнайды деген ойдан, бірақ біреуін-ақ таңдайсың. Үшеуінің бағасы по идее бірдей, біреуін-ақ таңдайсың, қайсысы түседі соны көрейік, любойын таңдайсың. Мен жақтары, серьезно. Общем, Файзулланы білесіздер. Файзулла 8 жылы бір сырды. Актерскийда бірге оқыдық, өте талантты жігіт. Өнер көкпарына қатысып, әулиетаның атын шығарып жүрген азамат. Неше түрлі тұлпарларды мініп жүр ғой, бірақ именно темір тұлпарды мінбеген. Сол үшін менің атымнан автокөлік Файзуллаға осылай! Құтты болсын бәрі, Файзулла. Жүрегіміз тас. Ой, автокөлігінің иесі арнайы Елдостан Файзуллаға. Жылағандар ең болып. Нормально бұл. Кім шыққандар ма? Сикош сені алғырыз. Сикош жан. Сикош көре алмай жылағадым. Аман болыңыздар, рахмет. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Сикош нечестно деп отсыз ба сен? Сикош дұрыс жыламайды просто ше. Алланың қалауымен барлығы Аллаға сансымады. Мен ешкімнен ешнәрсе сұрамағам, тек Алладан сұрадым. Енді соны айта салайыншы, жаным Айша. Единственный мен білетін азаматтың бірі, осы мен ешкімді ренжіту үшін айтып тұрған жоқпын. Осыны қалай пайдалансам емес, осыған қалай пайдамды тигізсем деп жүретін азаматтың бірі Файзулла. Алла разы болсын. Ол ешкімнен ешкімге сұрап тұрған жоқ, бірақ дегенмен де бір тарихи сәт көрсінші дедім. Батя бізде көлік айдамаған, Файзулла айдамаған, дочаны
күннің суығында ыстығында өзі әрбір тасып жүр ғой, сол тасуына жеңіл болсын деп автокөлікті алды. Рахмет. Гүлсарат келді маған права алып бересің. Менде права да жоқ қой негізінде. Мен әкем машинаға қызықпаған соң шынымен де жұғады ма, тұқым қуалай ма, енді ондай тұқым қуаламайтын шығар деп ойлаймын. Папа тек танк айдаған ғой осы күнге дейін армияда. Мен де вообще машина қызықпаймын ғой. Не үшін екен мүлдем қызықпаймын. Машинаның марксілерін де білмеймін ғой. Сол қалалық айтып, сен қалай тасып жүрсің күннің суығында садикке деп велосипедпен бара беремін, жақын ғой бәрі дейді. Сөйтсем бұл жаны ашып жүрген ғой маған. Мен бұған жаным ашып жүрсе, бұл маған жаны ашып жүрген ғой бабам. Рахмет, Алла разы болсын. Сен хат жақсы беріп ғой, разы болсын, білесің ғой? Рахмет. Файзулла. Айтарға сөзім жоқ. Рахмет. Құтты болсын тұлпарың. Бірақ чаттан не үшін шығарып жібердің мені десің? Рахмет. Көп рахмет Файзуллаға. Келесі номинация